Қазақ тілі 9 Әр адам ақыл есі кірген кезден бастап белгілі бір тіл түрімен сөйлей бастайды. Менің ойымша, ана тілі адамның ең алғаш сөйлеген, жеткізген тіл түрі. Тіл – адам өмірінің ең үлкен бөлігі, қарым-қатынас құраушысы. Менің ана тілім қазақ тілі. Мен осы қазақ тілі арқылы өз ойыммен, сезіміммен, жаңалықтарыммен бөлісе аламын. Қазақ тілінің құраушылары – салт-дәстүр, мәдениет, әліпби, ақындар, жыраулар, қайраткерлер. Қазақ тілінде 42 әріп, 37 дыбыс бар. Дауысты 12 дыбыс тілдің қатынасына қарай жуан жіңішке, жақтың қатынасына қарай ашық қысан, еріннің қатынасына қарай еріндік езулік болып бөлінеді. Ал дауыссыз 25 дыбыс ұяң, үнді, қатаң болып бөлінеді. Қазіргі кезде әрбір тілде IT мамандығының рөлі зор. Әр мемлекет жасанды интеллектіні өз тілінде сөйлетуге тырысуда. Себебі болашақта есептеу қуаты мықты құрылғы ғана тілді сақтау және оны дамытумен тиімді айналыса алады. Электронды корпусын жасау және оны маңызды ақпаратпен толықтырып отыру. Бұл тілдің бар байлығын, қолдану ерекшелігін сандық үлгіде топтастыру. Маңыздылығы бойынша кезек күттірмейтін жоба. Себебі тілге қатысты жасамақ негізгі технологиялардың көпшілігі корпусқа сүйенетін болады. Қазіргі кезде Microsoft компаниясының Word атты мәтінді өңдеуге арналған өнімі қазақ тіліндегі мәтіннің орфографиясын ғана тексере алады. Әрине, бұның қазақ тіліндегі сөздерді қатесіз жазуға көмектескені анық. Дегенмен осы Word бағдарламасы ағылшын және орыс тілдеріндегі мәтінді нақты грамматикалық ережелер бойынша да тексереді. Біз өзіміздің ана тілімізді жақсарту үшін көптеген бағдарламаларды, құрылғыларды және де кітаптарды пайдалана аламыз.